var. Aynı sinirde var. Sabahta katı ko'ylak avlarım var. Ko'ylak avlarım ya, kerak taqdiratimizni alaylik deb men de sizlarga bugungi ash sababimizdan o'zlarimga kerakli bir yaxshi axborot oldilar degan tilak aytgim keladi. So'zing mallar busi qanday ayning qimliq so'zi qanday? Al busi altta bunday so'zi endi yaxshi sababimizni boshlamas burun ma'an ta'ttini yaxshi ko'rdim, shu qo'l ko'tarib ta'ttini yaxshi ko'rdim. Ta'tti kim shu qo'shi yaxshi qolgan bunda turib qolgan qo'shlar qishqir yaxshi ko'ramizmi, g'ashqir yaxshi ko'ramizmi? Yaxshi bunday ta'ttini yaxshi ko'rdim o'quvchilar murojaat qilib o'tiraylik. Ma'lum bo'lasizlar. Ya ta'ttini yaxshi ko'rdim telefonda aytib qo'yasizlar. Ya biz nazar qilamiz. Ma'lum bo'lasizlar. Niye bir gün çekildik bir dışarıya? Ne oldu? Ya aslında
тұрғанда неге қолымыз қайрат болады? Көпірейді, неге көпірейіп алып? Сап ұстағанда неге бүйтіп қолымызға бүйтіп үйгеміз үйгеген неге? Сол қолымыз таза болуы үшін. Ол енді қолданамыз ғой, бірақ неге жабысқақ болады? Себебі сабынның құрамында не бар балалар? Сілтілер бар, иә? Мұнда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар. Табиғи қышқылдар және негіздер, индикаторлар деген, иә? Біздің сабағымыздың мақсаты бүгін мына қышқылдық сабындық қасиеті бар кейбір табиғи қышқылдар мен сілтілердің мүмкін болатын мүмкіндігі мекен, иә? Одан кейін олардың индикаторларға индикаторды біз бүгін өтеміз, қандай индикаторлар бар екені, одан кейін жаңағы антарктик жаңағы ұғымдар, қышқылдардың бейтараптарын қойды. Міне осы сабағымыздың мақсатына біз бүгін бәріміз бірлесе отырып жеткен деген мақсатта бүгін осындай тақырыпты өтеміз. Қазір жаңа сабақты түсінбес бұрын видеоға назар аударайық. Бүгінгі сабағымызда біз химияның маңызды ұғымдары, қышқылдар мен негіздерді естіп тұрмыз? бұл заттар біздің қоршаған ортада күнделікті өмірде кеңінен кездеседі. Олардың қасиеттерін түсіну химиялық процестерді тануға көмектеседі. Қышқылдар сулы ерітіндіде сутек иондарын бөлетін қосылыстар. Олардың дәмі қышқыл болып келеді және металдармен әрекеттеседі. Мысалы, лимон шырынында лимон қышқылы бар. Жаңа ғана айттым, иә? Сулы ерітіндіде гидроксид иондарын бөлетін зат. Жаңа неме деп айттық? Лимон қышқылдар, иә? Содан кейін балалар, лимон қышқылын күнделікті тұрмыста қолданамыз. Неге қолданамыз? Мысалы, әсіресе тұмау болған кезде, иә? Тұмау болған кезде дұрыс айтады, шайға қолданамыз. Неге лимон шайын ішеміз біз? Ауырғанды басады, яғни жаңағы суықтауды, қабынуды басады, иә? Лимон шайын ішесіңдер ме барлықтар? Бірақ кез келген адам ішуге болмайды, кейбір адамдардың лимонға аллергиясы болады. Оны да ескеріңіз. Тамаша еңдары сілтілер туралы. Олардың дәмі ащы болып, сабынды сезім береді. Сабынды сезім береді. Мысалы, ас содасы әлсіз негіз болып табылады. Ерітіндінің қышқылдығын немесе негізділігін анықтау үшін индикаторлар қолданылады. Индикаторлар ортаның мәніне байланысты түсін өзгертетін заттар. Лакмус, фенолфталин және метиларак сияқты индикаторлар кеңінен қолданылады. Бүгін бізде балалар жаңа индикаторлар деп тұр, иә? Индикаторлар не үшін қажет етеді? Қышқылдар мен негіздердің құлашын анықтау үшін. Қандай түрі бар дейді? Лакмус, метиларак және фенолфталин, иә? Жақсы, ары қарай. Енді қараймыз, жалпы жаңа айтып тұрмыз, сабақта сендер тұрмыста лимон қышқылы бар. Алмада балалар, алма қышқылы бар. Біз неге алма, неге лимон болып енді түсіндіңдер ме? Яғни бұл қышқылдар бізде күнделікті тұрмыста кездеседі. Табиғи қышқылдар бұл өмірдегі химия деп айтады. Жаңағы мысалы лимон қышқылын айтсаңдар, ашты дәмі бар, иә? Лакмусты қызыл түске бояйды екен қышқылдар. Металдармен әрекеттесіп суытегін бөледі. Тұрмыста көмір қышқыл газы көмір қышқылынан бөлінеді. Міне лимон қышқылы қайда кездеседі? Лимон мен сірке қышқылы бұл. Сірке қышқылы дегеніміз уксусная кислота. Тұрмыста білеміз қандай зат сірке қышқылы? Пайдалы ма? Қандай зиянды ма? Кім біледі сірке қышқылы? Күйдіргіш, жақсы. Сосын қалай естиміз бірден сірке қышқылы? Сосын мен сірке қышқылының қандай қасиеті бар? Қолмен ұстауға болады ма? Оны ішіп қойға болмайды, күйдіргіш қасиеті бар. Жақсы, сонда қышқылдар өткір иісті, жанғыш, күйдіргіш қасиеті бар. Бұл қасиеттерді сақтау үшін біз қандай қауіпсіздік ережесін есте сақтау керекпіз? Сақтық ережелерін есте сақтау керекпіз. Жаңа ескеген кезде бірден тамағымызға табуға болмайды, дәм татып көруге болмайды, иә? Сосын кәдімгі міне сендер жаңа айтқан алма тобындағы алманың құрамында балалар қымыздық қышқылы бар екен. Сонан кейін біз айран ішетіндер айран жақсы көрсіңдер ме? Сол айранның құрамында сүт қышқылы бар екен. Мына қышқылдардың бәрі қандай қышқылдар? Табиғи қышқылдар, иә? Келесі қышқылдарға қарай енді қандай негіздер бар? Жаңағы сабын сияқты бөлінетін, иә? Негіздердің қасиеттері көбінесе жаңағы сабындық сезім. Қолға жұмсақ болып бөлінеді. Лакмусты көк түске бояйды екен. Майлар ерітеді, ащы дәрімен. Күнделікті тұрмыста қандай сабын қолданамыз біз? Қатты сабын және сұйық. Қатты сабынның
мысалы мұрасы бізге жасайтын сабын тазалау үшін дейді. Ас содасы, тамақ дайындағанда солдыр майы, шай емшектері, шайдары, кәдімгі табиғи сіңтер, күнделікті қолдануға әрине бұлар тазалау құралдары ретінде, сабынды гигиена құралдары, тамақ өндірісінде және дәрі-дәрмекте. Бұл біздің қазіргі бүгінгі сабағымыздың керекті ақпараттары. Қараймыз. Жаңа бізде айтты, құлаш ортасында, мысалы, қышқылы ортада құлаш жетілген кішкентай болады. Мына ақпаратты дәптерге жазып алайық балалар. Өйткені қазір келесіде бізде рухтағайтын сұрақтар болады. Міне, қышқылы ортада құлаш жетілген кішкентай тең жетілген болса бейтарап орта болады. Мына кәдімгі су бізде балалар бейтарап ортада өтеді екен. Ал сілтілік ортада құлаш мәні жетілген жоғары болады. Міне қарасаңдар, осы жерде қызықты бір факті бар. Кәдімгі адамның ағзасының қаны бізде сілтілік орта екен. Себебі бұның құлаш мәні 7,4-ке тең. Бұл бізде қызықты ақпарат жазып аламыз. Яғни, мына индикаторлардың құлаш мәндері арқылы ерітіндінің ортасын анықтаймыз. Қышқылды орта ма, сілтілік орта ма, көрініп тұр ма? Тек қана мына керекті ақпараттарды жазсақтар болды. Жазып аламыз ақпараттарды. Қысқаша ақпараттармен ары қарай тапсырма орындаймыз. Енді балалар, сонымен қышқылдар дегеніміз, негіздер дегеніміз, тұрмыста қандай қышқылдар кездеседі, олардың қасиеттері қандай, индикаторға қандай әсері қандай, қысқаша ақпарат сұрақ бар ма осы ақпарат бойынша? Тақырда ақпарат жазып алдық па? Жақсы, келесі бізде бүгінгі тақырыпта зертханалық жұмыс болған ерітінділердің қышқылығын және негіздерін анықтау. Енді бізде құралдар жоқ болғандықтан біз бұны кәдімгі бұлай тақтадан көріп дайындаймыз. Бізде бірақ білетін ақпарат мысалы сірке деген сірке қышқылы, лакмусқа қышқылы жаңағы бұның түсі өзгереді. Оқулықты ашсаңдар 10-ші кестеде 65-ші бетте жаңағы сірке мен қышқылдардың индикаторларға әсері деген кесте тұр. Аштық па? Индикаторларға әсері деген түстер, мысалы лакмустың түсі қалай өзгереді, сіртілік ортада лакмустың түсі қалай өзгереді көріп отырмыз ба? 65-ші бетте. Мысалы лакмуста қышқылдың түсі қызарады, сіртілік ортада көк лакмус көгереді. Осы индикаторлардың көмегімен мына жерде мысалы қауіпсіздік ережелерін жаңа ғана айттық. Осылай жасаймыз. Бұл бізде ақпараттар. Енді балалар бейтараптан реакциясы дегеніміз не нәрсе? Біз 7-ші сыныпта енді бастап жатқандықтан бұны 8-ші 9-ші сыныптарға қарай теңірек оқысыңдар. Яғни қышқыл мен негіздің әрекеттесуінен су мен тұз бен су жүретін реакция, бұл бізде бейтараптардың реакциясы. Яғни қышқылған негіз. Бұны біз неге айтып тұрмыз? Қазір келесі біздің көрсететін слайдта не бар, бір тақырып бар. Антоксидтер асқазанның досы. Асқазанымыз ауыратындарымыз бар ма біздің? Қазір мысалы 3 адам болса, 2 адамдан міндетті түрде асқазан ауруы болады. Сол антоксидтер бұл асқазанның досы бұл нәрсе. Жаңағы біздің асқазанымызда қандай қышқыл бар? Асқазанда тұз қышқылы бар екен. Егер бұл асқазандағы тұз қышқылының мөлшері көбейіп кетсе, немесе аз болса, асқазанның ауруы болады. Яғни күйу сезімі, асқазанда ауырсыну сезімдер болады екен. Бұны қалай басамыз біз? Әрине дәрігерге барамыз, дәрігердің қолдауымен жаңағы антоксидтік заттар, магний гидроксид, кальций карбонаты, осыларды ішкеннен кейін асқазандағы қышқыл бейтараптама, сол кезде біз
театрлар туралы қосылуға да болады балалар. Өз өмірінде қандай ақпараттар бар? Мына антактиттер туралы қосылуға да болады, иә? Индикаторлар туралы болса, қышқылға индикатордың әсері қайсыларына болады? Мысалы, мына кез-келген ақпаратты қолдануына болады. Қызарады, индикаторға әсерін. Мына антактит туралы да қосымша айтылатын балалар. Теория қышқылдағын айтасыз. Ал асқазанда кездесетін қышқыл туралы ақпарат айтылған болады. Жақын-жақта айтамыз ғой, тек қана теорияны жүктеп қалмаймыз, жаңағы көргендеріміз бар. Бар білгеніміз осы ма, индикаторға қатысын жазуларына болады. Сосын мына асқазандары, иә? Жақсы айтпайтын ме? Жақсы дайынсыз ба? Жақсы алма тобына тұрасың, оқу айта ғой. Иә? Иә. Тұрамыз оқыңызды, иә? Мына жаққа қараған суретіңізді көрсете ғой. Тыңдаймыз, иә? Лимон тобы, алма тобының қышқылдар туралы жасаған жұмыс айтады. Қышқыл, қауіпті, күйдіргіш, уксуста қосылатын немелерді былайдан резко барып еске салуға болмайды, алыстықтан. Яғни сізге қышқылның бұл бізде қауіпті қышқыл екендігі, иә? Жақсы, ағырай. Лимон қышқылы бар. Лимон қышқылы қандай қышқыл? Табиғи қышқыл, иә? Ағырай. Асқазандағы тұз қышқылы бар. Асқазанда кездесетін қышқыл тұз қышқылы. Жақсы, тамаша. Мына жаққа барып қояйық, иә? Қазір шегелейін, қоямыз. Келесі сіркілер тобы айта қойыңдар. Я мына ақпараттар қазір сіз сабақ барысында сырты ерітіндісі қолға сабақ тәрізі білінеді. Формулары натрий гидроксиді, калий гидроксиді деп бөлінеді. жақсы сіркілер туралы қысқаша ақпарат осы, иә? Индикатор әсері бар ма сіркілердің? Бар, қандай әсер? Мысалы, жаңа айттық, лактоз, көк лактоз не істейді? Лактоз қышқылдық ортада қызарса, сіңірілік ортада не істейді деп едік? Көгереді дегенбіз, иә? Реакцияға түскен кезде қандайға ауысады деген. Қандайға ауысады дегенді құлаш қорқасын, иә? Жақсы, енді қазір балдар, сендерге жеке жұмыс берейін, иә? Бұл жерде жеке жұмыстар тез-тез белгілеп шығарыңыз, иә? Бұл жерде дұрыс деген жауапқа плюс қоямыз, астына асығысынды жазасыз. Иә? Тапсырманы оқимыз, тек дұрыс деген жауаптарды белгілейміз. Жеке жұмыс, иә? Аты жөндерін жазасыңдар да, сұрақтың жанында дұрыс болса дұрысқа плюс, бұрыс болса бұрысқа плюс, иә? Көріп тұрмайын. Мысалы, барлық қышқылдардың құрамында күкірт атомдары болады дейді. Менен сұрауым ба? Бала сұрақ түсінді ме? Барлық қышқылдардың құрамында күкірт атомдары болады. Бұл жеке жұмыс, иә? Жеке жұмысты орындаймыз. Бағалау менен барлықтарын
ортаға тәңірге аштырмайын жазымыз. Сендер жақсы біліктерін көрсетеді деп сенемін. Сәттілік. Ролдағайдың тапсырмасын түсіндіңдер ме балалар? Яғни сендерге суреттен индикатор паш шкаласы берген бағана осыны жазып алыңдар дедім, иә? Сендердің ортада паш осыған дейін. Мен Сұлтанның жұбы болып, тапсырманы жақсы оқыса, жұбымызға жұмысша беріп отырамыз, жарайды ма? Яғни ролдағайдың тапсырмасы түсінді ме? Қышқылды ортада қандай болады пашынан? Негізі ортада пашынан нешеге тең болады? Бейтарап ортада тек сол санды ғана жазасыңдар. Жұмысты жақсы орындайтын болса, жұптар бір-бірімізді бағалаған кезде жұмысша ереміз. Артында міндетті түрде дұрыс жауап тұрады, қазір жұптық тапсырма. Мен Сұлтанның жұбы боламын, Сұлтан жалғыз болғандықтан Сұлтан қалай орындап кетеді? Қазір дұрыс жауапты Марияның тапсырмасын құрамыз, иә? Сен құрасы сен тексересің, иә? Қазір мен Сұлтан беріп тексерем. Болып па? Жақсы, келесі тақтаға қараймыз. Ролдағайдың дұрыс жауабын қараймыз, иә? Сонымен қышқылдық ортада пашынан нешеге тең болады? 7-ге. Міне, яғни паш бізде 7-ге тең болады, бейтарап ортада паш 7-ге тең, ал сіңділік ортада 7-ден үлкен болады. Дұрыс па балалар? Жақсы, иә? Жұптар бір-бірлеріңіз мысалы мұнасылы айбарыс дұрыс орындаса, жұлдызша береді. Жақсы, жұлдызша бір-бірімізді қаратып береміз, иә? Жақсы, Сұлтан жақсы орындады, Сұлтанға мен жұлдызша беремін. Жұптар бір-бірлеріңді қаратып. Ролдағайдың тапсырмасы түсінікті ме? Балалар яғни қышқылдық ортада паш 7-ден кішкентай болады, сәттілік ортада үлкен, ал бейтарап ортада паш нешеге тең болады? 7-ге тең болады. Келесі тағы да жұптық жұмыс беріледі. Үшінші жұмыс бұл жерде 65-ші беттегі тәсте көмегімен сүйемеміз, иә? Бұнда да жаңағы тапсырманы жұмыстаса, мен сен айтасың башын болады. Мына жерде дұрыс табасыңдар, иә? Көз лакмус қызара ма, сіңділік ортада лакмустағы индикатордың түсумен қалай өзгертетіндерін, иә? Мына жерде 7-ші тапсырмаға тұрмын. Қатесін табасыңдар, иә? Орындаған тапсырмаларды жинап алып, сұрақ түсінікті ме? Иә? Мысалы, лакмус қышқылдық ортада көгіре ме, мысалы? Кестеге қарай. Айтамыз, иә, соны жазамыз. Мысалы, не қылғанымыз бейтарап ортада қызғылт сары дейді. Қате бар, иә, сол қатені табу керекпіз. Ақпарат бізге қате беріп тұр. Қай жерде қандай қате бар екендігін табамыз, иә? Ақжамен айыру жұп болады, жаслан мен айнасы. Жұптар жақсы орындаса, бір-бірімізді жұлдызшамен бағалауды ұмытпаймыз. Жақсы, тағы да қандай қате бар? Тағы қате бар ма? Жаслан қараймыз, сендер таптыңдар ма? Алмай болды. Алмадай қызарып жүрсің. Таптыңдар ма? Дұрыс жауапты берейік, иә? Шығарайық, иә? Тақтаға қараймыз. Иә? Лакмус қышқылдық ортада не істейді? Қызара, үшілі қатер болды, иә? Сіңділік ортада көп, бейтарап ортада жасыл.
осыған негізделген, иә? Осы тапсырманы біз қазір ашып оқиық, иә? Мен тақтаға көгершіннің хатын шығарып қояйын. Иә? Міне, көріп тұрмыз. Яғни көгершіннің хатында былай дейді. Айдостың асқазаны жиі қыжылдайды. Дәрігер оған асқазан сүлінің қышқылдығы жоғары екендігін айтты. Айдос дәріханадан құрамында магний гидроксиді бар антактид дәрісін сатып алды. Дәріні қабылдағаннан кейін қыжылдау азайып, асқазанның жайсыздығы басылды. Айдос бұл дәрінің қалай әсер еткенін білгісі келді. Сұрақтар: асқазанда қандай орган болады? Екінші сұрақ: магний гидроксиді қандай қасиетке ие? Бұл жағдайда химиялықтар қандай химиялықтар жүргізді? Неге антактид адамға көмектесті? Осы сұраққа тобымызбен ақылдасып, өз жауаптарыңды айтасыздар. Бұл жаңағы антактид жауаптарын жазуға болады. Көгершіннің хаты, иә? Тақтадағы көріп берсе, мына сұрақты орталарына қойып қойып, көріп тұр ма? Сұрақты оқиын десеңдер, көріп тұр ма? Иә? Асқазан ауыр, менің асқазан басында не себепті? Жаңа ғана оқиып, қағазында тақтадағы сұрақ қойдық. Жауап жасаманы? Кеңірген кезде көмір қышқыл газы бөлінген кезде адамның жаңағы асқазанының қыжылы азаяды. Аурудың сезінген сияқты болды, ол ауру жаңағы газбен бірге бөлініп кетеді екен. Яғни біз тұрмыста балалар қышқыл не қандай қателік екенін біз білмейміз, көріп жүріп кетеміз, иә? Жақсы. Енді мына
ordu platformasында сияқты тапсырма беріледі, басып отырамыз, иә? Кім қаншалықты біледі? Иә? Күзіс ойынның барлығын білеміз ғой. Басқа сабақтарда, ағылшын кезінде ойнап жүресіңдер, қазір басталады. Сосын мен сұраққа жауап береміз, иә? Бұлай үмітпе беремін, атыңыз жаза салайын. Қазір сұрақтар шығады, иә? Сабынның қайсыр көрсететін зат? Сабынның қайсыр көрсетеді ме? Limon şırını. Қате. Иә? Сабынның көрсететін кім екен? Көл ерітіндісі екен. Келесі. Метил оранж қышқылы ортада қандай түске енеді? Көк. Метил оранж қараймыз кестесі тез. Қышқылы ортада. Түссіз. Ал көрейік. Дұрыс, иә, жеті заты баяғы. Тамаша. Келесі сұрақ. Антоксид заттың негізгі қызметі жаңа ғана. Дұрыс айтады, қышқылды бейтараптандыру. 8 еуро баяғы, иә, жақсы. Келесі тамаша. Көп жақсы, тамаша. Қышқылды ортада лактоз түсіндіңіз айтпады, иә? Табиғи қышқыл. Табиғи қышқыл. Білім үшін, кері байланысы арқылы, тәсіл арқылы кері байланысы түсінеміз. Мысалы, мен шығарым деп бір сұлтан, бүгінгі сабақта сен алдына торынан шығарып, сабақты түсіндің ба, сұрағың ба, түсінбедің ба, айта ғой, мына жерден кетіп басасын. Одан кейін екінші топқа қайсысын басасын? Қатты-қатты басасын, жаным еді. Бұдан сабақты түсіндім дейді, білім ішіңі қандай болып тұр? Жақсы түсіндім дейді, жарқырап тұр ғой, жақсы, тамаша. Келесі, бізде келе ойындан. Келе ойын, жастан Лимон тобынан. Бүгінгі қышқылдар, негіздер, цифрлер, индикатор тақырыбының атын айтты. Қайсысы? Сабақты түсіндің ба, сұрағың бар ма, түсінбедің бе? Қайсысы? Жанымда. Қаттап жасайды. Bir şanlı haydanın canı sevimli oyunu ne? Hazır. Yani tepuşu vasıfları. Mine, енді жанды, ya? Өзі қатты бастырмай тұрeken қолының несі болды. Тағы басатындарым бар ма? Яғни балалар алдынан күннен екінің соңында қарап отырып, бүгінгі сабақта білім шағымыз жарқырап тұр, біздің яғни мен қуанышымыз сендерге бүгінгі
бағыттарға алынған. Үйге келесі осы бүгінгі тақырыпты 11-ші парақ толықтай оқып келесіңдер, иә? Содан кейін оқулықтың аяғында қазір тапсырма бар. Мына кестені сызып аламыздар тілімізге. Біліміңді тексеру бойынша сұрақтарға жауап жазып келесіңдер, иә? Бүгінгі сабаққа балалар тамаша қатысыңдар. Барлықтар тамаша жарайсыңдар. Біз қалыптасушы бағалау бойынша тапсырмаларды бағалаймыз. Рахмет, сау болыңдар, сұрақтарға